Әйелдер жатыр массажына не үшін келу керек? Ең бірінші энергиясын көтеру үшін. Екінші, өзінің маткасын сезіну үшін. Үшіншіден, өзінің әйелдік энергиясын мықтылап тұрып көтеру үшін. Мысалға қараңыздар, көп әйелдер айтады да, мысалға, менің жатырымды алып тастау керек деп, врачтар сондай назначение қойды дейді да. Қараңыздар, сіздер жатырды алып тастауға мүмкіндігінше асықпаңыздар. Өйткені оның да басқа жолдарменен де емделетін жолдары бар. Сондықтан жатыр массажына сүлікке міндетті түрде бару керексіздер. Жатыр массажының обучениесін көптен сұрайсыздар. Мысалға қараңыздар, жатыр массажының обучениесінде бірінші жатыр массажын, екінші общий массажды қалай жасау арқылы жатырды көтеру керек екенін, осы екі мықты техниканы үйретемін. Ол жерде сүліктің 7-8 түрлі жолдарын үйретемін. Тек қана женскийға салу ғана емес, ол жерде